Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода мен тағы да өткен видеодағыдай басқа елдердің YouTube трендтеріне кіріп көретін боламын. Ал бүгін болса Жапония мен Кореяның трендіне кіретін боламын. Мінекей Кореяның YouTube трендіне келдім. Түсініксіз жазулар, түсініксіз видеолар. Олардың қандай видео екенін білу үшін көруге тура келеді. Сонымен Кореяның трендінің бірінші орында тұрған видеоны көрдім. Бұл қандай да бір танымал әншілердің ба, топтың ба лайф шоулары екен, өздерінің өмірлерін көрсетеді. Келесі бұл әрине ән, қандай да бір концерт кезінде екі адамның бірге айтқан әндері. Одан кейінгі видео, бұны да кіріп көру керек. Бұны да көрдім, бұл енді интервью екен, тағы да бір Кореяның жұлдыздарымен болған интервью. Оның астында менің түсінігім бойынша лайфхак немесе челлендж. Көрейік бұны да кіріп. Сонымен бұл видеоны мен көрдім, ештеңесіме жоқпын бәрібір. Дегенмен де экраннан көріп жатқан оқиғаларға қарасам, А4-дің видеоларына кішкене ұқсайды. Демек, қандай да бір челлендждер түсіріп жатыр. Оның астындағы видеоға кірмесек те белгілі, бұл концерт тағы да әншілер. Одан кейін бұл да челлендж немесе лайфхактар сияқты, кіріп көрейін. Бұл да бір түрлі видео екен. Бұл видеода әртүрлі адамдар 6 адам ойдың, 6 адам бір-бірімен видео звонокпен сөйлеседі және тамақтар жеп сөйлесіп отырады. Бітті осындай видео. Оның астында қандай да бір анимация тұр, анимацияны көріп жүрейік. Бұны енді кішкене болса да түсінуге болады, анимация мультсериал сияқты түсірілген. Бірақ әрине тілдерін түсінбедім, не туралы айтылып жатқанда түсінбедім. Оның астында сериалға ұқсайды кішкене. Я сериал екен, эпизод 14. Оның астында тағы да бір сериал, эпизод 2. Я оның астындағысы концерт екен. Енді қандай да бір шоу ма? Бұл енді Қазақстанда болса Голос Украины деген сияқты бір шоу екен әншілердің. Одан кейін тағы да челлендж тұр ғой деймін. Бұл жаңа өзім айтқандай челлендж екен. Бұларына жалпы танымал сияқты Кореяда өте көптеген челленджтар, шетел қызықты видеолар түсіріпті. Түсінбесем де превьюлары, видео кезінде орын алып жатқан оқиғалар өте қызықты көрінді. Әрі қарай кеттік. Бұл жерде не мынау сериал ма? Бұл енді бір комедиялық шоу екен, бірақ не болып жатқанын ештеңе түсінбедім, және күлкілі де емес. Жарайды, Кореяның трендімен болды ғой деймін, енді Жапонияның трендіне кіріп көрейік. Енді Жапонияның трендінде де неше түрлі түсініксіз жазулар, дымда түсінбеймін. Сол себепті қазір қайтадан барлық видеоларға кіріп көруге тура келеді. Сонымен Жапонияның трендінің бірінші орында тұрған видео какой-то гейдің влога. Бұл неге Жапонияда соншалықты танымал, білмеймін. Келесі видеоға кеттік. Ал енді мына Жапония трендінің екінші орындағы видеосынан дымда түсінбедім, мүлдім. Өздерін көріп тұрған превьюдағы екі шетіндегі екі көк киімдегі адамдар отырады, басында бір-бірімен сөйлесіп отырады, араларына басқа бір көк киімдегі адам келеді, тағы да сөйлесіп отырады, 5-6 көк киімдегі адаммен отырады, сосын қызыл киімдегі адамдар келеді, олармен сөйлесіп отырады. Осылайша 20 минут бойы әртүрлі адамдармен сөйлесіп отырады болды. Интервью мүмкін, бірақ интервьюге мүлдем ұқсамайды. Жандарына келіп отырған адамдар да бір танымал жұлдыздарға ұқсамайды. Ал енді келесіге кеттік. Келесі бұл Жапонияның J-pop деген бар ғой, Қазақстанда Q-pop, K-pop деген сияқты сондай бір топтары сияқты. Не болса да кіріп көрейік, әйтпесе тағы да бір түсінбей отырамын. Бұл солай екен, қандай да бір жұлдыздардың тобы 9 адамнан құралған, солармен бірге шоу жүргізген. Оның астында бұл крикет, Жапонияда крикет ойнаймын. Мәссаған жақсы, крикет командасы туралы, спорт туралы. Оның астындағысы енді клипке ұқсайды. Кіріп көре салайық. Музик видео, клип екен, кірмей қояйын. Жапондық бір әншінің клипі. Оның астында тағы да бір жапондық әншілер тобы сияқты.
Иә, мен дұрыс айтыппын, тағы да бұл клип екен, астындағысы тағы да клип. Мәссаған, Майнкрафт Жапонияда да тірі екен. Ух ты, Майнкрафтты Жапонияның трендінен көрем деп мүлдем ойланбағанмын. Мәссаған, дема. Деген таңғаларлық жағдай. Келесі тағы да бір влог, оның астында тағы да ойын Let's Play жарайды. Кіріп көрейін не болса да влогқа. Бұл видео, иә, влог ұқсайды, бірақ та влог тек машинаның ішінде ғана өтеді. Камераны машинаға қойып қойды өздерінің алдарында, және машинамен жүреді, әңгіме айтып, құлып, күліп. Енді Let's Play. Иә, бұл Let's Play қандай да бір түсініксіз Жапонияның өздерінің ойындары. Мына жасыл фондағы видео болса, бұл да Let's Play екен, Fortnite-тан Let's Play. Бірақ превьюнан бұл жерде Fortnite-та қатысы бар деп мүлдем ойламайсың. Астындағысы квест. Қорқынышты квесттер болады, осындай жерге барған және влог түсірген. Орысша аудармасы бар екен. Плач. Я пытался увидеть Хикару в темноте. Солай, міне Жапонияның тренді осындай екен. Кім бұл жерден анимені көрем деп ойлады, астыға жазып кетіңдер. Мен я біраз аниме көрем деп ойлағанмын, көп анималар тұратын шығар деп. Дегенмен аниме превьюлар бар екен. Мінекей бүгінгі видеосында болды. Кім тағы да осындай видео көргісі келеді және қай елдің YouTube трендін көргісі келеді, астыға жазыңдар. Лайк басуды ұмытпаңдар.